Ақпарат кеңістігі өркендеген тұста кейінгі ұрпаққа сапалы білім беру мұғалімнің басты міндеті болып саналады. Осы орайда 70 жылдық тарихы бар Шу ауданындағы Әлия Молдағұлова атындағы орта мектепті атап өтуге болады. Білім ошағының ғасырға жуық тарихында жеткен жетістіктері де жоқ емес. Толығырақ тілші тарқатсын. Білім ұясының ұжымы қазіргі таңда оқытудың жаңа технологиялық әдіс-тәсілдерін пайдаланып, оқушылардың дарынын ерте бастан ашуды қолға алған. Біршама жас ұрпақты тәрбиелеп, білім нәрімен сусындатып келеді. 2015 жылы жаңа заман талабына сай 150 орындық қосымша ғимарат салынып, пайдалануға берілген екен. Осы кезеңнен бастап, киелі білім ордасы биік, сәулетті оқу орнына айналып отыр. Бөлтірік ауылының ортасында салынған мектептің ғимаратында мектептің 70 жылдығын атап өтіп жатырмыз. Бүткіл сырттағы ағайын туғанның бәрі жиналып, шат-шадыман қуанышта жүрміз. Мектептің алдына естелік болсын деп 70 жылға 70 тал тігіліп, шырша отырғызып, балаларға үлгі, келешек ұрпаққа үлгімізді көрсетіп жатырмыз. Осы атаулы шараға айрықша ден қойған мектеп ұжымы келген ардагерлік қонақтарға арнап концерттік бағдарлама мен көңіл күй сыйлады. Құттықтап, ақжарма тілектерін білдірген қонақтар жиын соңында мектеп ауласына 70 жылдыққа орай 70 түп алма ағашын отырғызды. Санат Аралбек, Азат Байтемір, Айбек Абдықадыров, Jet News, Шу ауданынан.